достар, сіздермен бірге эркингизет. Біз бүгін сіздермен қазақ Кейбо арт деген бір приложениені көрсететін боламыз. Бұл приложение мысалға міне астындағы ең бірінші фондар дегенге кірсеңіздер, WhatsApp-қа жазғанда мынандай шығып тұрады. Ал мен өзім мынаны таңдағым келіп тұр, көк бөрі деген. Міне. Бірақ бұл менің мамамның соткысы. Мен мамама кішкентайларский емес, үлкендерский емес, нормально. Мамама қазір. Мен бұны өзіме таңдайыншы. Бұл менікі дегенде бұл сотка. Бұл сотка менікі дегенде мамамдікі деп сіздерді алдағаныма кешіріңіздер. Жоқ, мен тәуелсіздік күніне мынандай күні дегенге осындай істеймін. Ал міне. Ал енді қазір стикерлер бар. Неше түрі. Айт қабыл болсын, Луис Суазер, Рамазан айы, ғашықтар күні, неше түрлі бар. Мен мысалы Нанчуанды өзім жүктеп алғым келіп тұр. Мен көп жүктелген нәрселерім бар. Міне Нанчуанның стикерлері бар. Көрдіңіздер ма, достар? Міне. Баптау деген ең үшінші соңғысына кірсеңіздер, дауысына кірсеңіздер, классиканы басасыздар. Классикадан не астында неше түрлі. Мынандай. Міне. Андай әріптерді жазған кезде мынандай дауыс шығады. Тағы да мен мынаны таңдағым келіп тұр. Осы. Көк бөріге өзім істейін деген. Көк бөріге қасқырдың нәрсесі. Міне қасқырды келіп тұр. Көрдіңіздер? Мен жазып көрсетейін сіздерге. Міне. Әрбір жазған кезде осындай шығады. Бірақ мен бұны істегім келмейді. Достар, паузаға қоя тұрайық. Достар, біз бастадық, міне. Мынау қандай? Болды, осыны таңдай салайық. Болды. Дауысына осыны таңдай салайық. Болды, достар. Ал енді, қайттан шығып кеткен несі? Сіздің фоныңыз жүктелген. Фондар осы жерде. Мен өзіме күшті фондар жүктеген болатын ең басында. Міне. Классикалық үлгісі. Бұрымды қыз. Бұны сіңілім жасаған болатын. Хабиб, Рамазан, Тұлпар, Жұлдыздаспан, Көк бөрі, Арлан қасқыр, тәуелсіздік күні мен істедім. Жүктеме аяқталды. Міне болды. Енді категориялық деген қарапайым романтик. Достар, мен аны бірінші рет көріп тұрмын өзімше. Бұлар немене? Тоқта көрейік, достар. Мынандай жазатындар ғой. Достар, мен енді көрттім, қараңыздар. Жазғанда осындай суреттер шығады. Енді көрттім, достар, мен спорт. Енді жұлдыздар дегенді көрейікші. БТС дейді, БТС, Нантиуан, Райм, Артур, Зируза. Достар. Тағы да кино дейді, жануарлар. Тағы да енді көлікті көрейік. Көлік. Осылар ғана екен, достар. Киноны көрейік, кино. Дэдпул. Қасында менің бағанадан сыбырлап отқан маған МЗМ. Мистер Эрик. Енді мен таңдайсыз. Қош, күте тұрш. Жануарларды көрейікші. Сен де таңдамайсың. Қош. Көкжал дейді. Міне. Арасында сөйлеп отсай, Ерасыл. Фонды баптау. Неше түрлі түске бағыттай аласыздар. Өстіп, қараңыздар. Растау дейсіздер де. Осындай болады фондарыңыз. Міне. Мына түйменің түсі деген өстіп. Мыналармен ауыстыруға болады түймелеріңізді. Өстіп берсеңіз дискотека сияқты болады. Бірақ бір түске ғана қойыңыздар. Әйтпесе қатып кетеді. Мен
Бұндайларға қоймаймын. Вообще. Пернетақтаның фоны дейді. Мәтіннің түсі дейді. Міне көрдіңіздер ме? Өзіңіз бұндайлар жасай аласыздар. Көрдіңіздер ме? Шығу. Міне, енді суретті таңдау. Сыбырламай сөйлей берсеш. Мен таңдайсың. Күте тұршы. Бүткіл түсіндіріп алайын. Суретті таңдау. Міне. Мысалы мен өзіме мынау крестегі нәрсемді мынандай қойғым келіп тұр. Мынандай растау. Бірақ мен достар бұндай қоймаймын. Жаңағы тұра берсін, шығу. Ал енді жаңағы қайда? Өзім жаңағы қойған. Тәуелсіздік деген. Сол күштегі түсі. Көк көмбек. Осыны қоямын. Болды. Жас көрейік достар. Қараңыздар. Дауысы осындай. Болды. Енді мен таңдаймын. Күте тұршы. Жынсың ба? Болды, осымен қазақ кейборд арт деген бітті. Бұны қазақша пернетақта деп атайды. Қазақша пернетақта деп Play Marketке жазсаңыздар, осы тұрады. Ал енді Ерасыл таңдасын. Ал не таңдайсың сен? Жынсың ба? Сен өзің білесің, мен не таңдайтынымды. Ой, Дэдпул таңдайды. Бұл менің фоным ғой, жынсың ба? Ана Дэдпулға жақта тұрайын. Білмейсің, істемеші. Не? Шығу қазір. Білмеймін. Ерасылдыкі білемін мен. Каталогияларға кіресіздер. Ал енді киноға Дэдпул осының ішінде тауып ал. Міне. Тауып емес. Таңдалды. Міне достар. Жынды достар, я. Ал енді даусын. Енді дауысын көрейін. Дейсің ғой өзің даусын. Қайттан достар, үйрете кетейік дауысын қалай істеу керектен. Ең астындағы міне стикер, фондар дегенде соны баптауға кіресіздер. Сосын ең бірінші тұрған дауысы дегенге кіресіздер де классикаға қоясыздар. Ең үстіндегі мына классикаға. Сонда астында міне неше түрлі дауыстар. Ерасыл мысалы мынандай дейді. Қайдан бір қойын. Енді жазып көрсетейік. Міне жазып көрсетейік дауысын. Оның астындағысын. Оқтайтын дауыс. Мынау ақырын темірге ататын. Ал мынау болса мынау оқитын. Мынау қатты ататын. Көрдіңіздер? Болды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар достар.